бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Ернар Айдар елден жасырын түрде үйленіп алды. Дүркіретіп өткен тойға журналистер шақырылған жоқ. Сондай-ақ әншінің үйленгенін әкімшісі жоққа шығарып отыр. Дегенмен, интернет жүйесінде Ернар Айдар қалыңдығын ұзатып алып жатқан сурет тарап кетті. Ал үлкен той әншінің туған жері Тараз қаласында бүгін, яғни 28 тамыз күні тойланбақ. Алайда Ернардың таңдаған жарына қатысты әзірге ешқандай мәлімет жоқ. Айта кетейік, бұған дейін Ернардың ағасы әрі продюсері Талғат Айдар жақында Ернардың жеке өміріне қатысты бар құпияның ашылатынын айтқан болатын. Бірақ сәтте әлем жұлдызына айналған әнші Димаш Құдайберген 2-1 жүлденің иегері атанды. Әнші Қытайда Fresh Asia музык фестиваль байқауында ең үздік шетелдік өнер адамы атағын иеленді. Үлкен сахнада үлкен арманына жеткен Димаш Құдайберген шексіз алғысын білдірді. Ассаламағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым, тәжіқау, ошы Димасе. Hi my dears. Димаш сонымен қатар елордада өткен халықаралық Астана дауысы фестивалінде жүлдегер атанды. Мен үшін бүгін ерекше күн, өйткені бүгін Астана дауысы фестивалінің жүлдегер атандым. Бұл менің кәсіби сахнадағы еңбегім үшін қазақ еліне алған жүлдем, деп жазды Димаш Құдайберген Instagram парақшасында. Үш ай бойы алматылықтар мен қала қонақтарына керемет жаз, тамаша мереке ұйымдастырған Есентай мюзик фестивалі осы аптада жаз мезгілін қорытындылады. Финалды кеште Джекпот тобы Лидо, Жәмила Серкебаева және Үркер тобы өнер көрсетіп, осы жаздың соңғы сенбісімен қимай қоштасты. Жаздың соңғы мерекелік кешінде ән шырқап өнер көрсеткен жұлдыздар бұл кештен алған әсерлері ерекше екенін айтады. Қорытынды кеш болғандықтан болар, жиналған халықтың қарасы көп болды. Сәлем Алматы, жастардың көңіл-күй өте тамаша. Бүгін биледік, ән айттық, жалпы ауырасы атмосферасыма өте ұнады. Есентай молға рахмет шақырғандарыңызға. Біз Джекпот командасы әрқашанда біргеміз сіздермен. Сегодня на этом фестивале я была впервые. Мен бүгін бұл фестивальде бірінші рет болдым. Маған өте қатты ұнады. Атмосферасы өте мерекелік күйде болды. Көңілді, жайдары қызық. Балалар, жастар, үлкендер жай ғана демалуға келіп концерт көріп кетеді. Бұл жерді мен өзім өте қатты жақсы көремін. Мне хотелось бы поздравить, конечно же, Есентай мол. Мен осындай шара үшін Есентай мол мен өзімнің сүйікті арнам музонды құттықтағым келеді. Өйткені олар біздің сүйікті қаламызда осындай фестиваль ұйымдастырып, осында тұратын барлық өнер иелерін қонаққа шақырды. Мұндай орта, алаң, ашық аспан астындағы кештер бізге көбірек керек. Өйткені бұл жердің аурасы ғажап, алматылықтардың әсері ерекше. Бүгін ерекше қуаныштымын. Чудесная атмосфера, спасибо алматинцам и всем. Ғажап атмосфера. Барлық алматылықтарға бүгінгі біздің өнерімізді тыңдауға келген жанкүйерлерге көп рахмет. Есентай мюзик фестивал керемет болды. Біз алматылықтармен көптен бері көріспеп едік. Бүгін ғажап атмосферада жүздесу болды. Біз бұл керемет фестиваль деп есептейміз және мұны дәстүрлі түрде жалғастыру керек. Есентай мюзик фестивалінің финалды кешіне келген қонақтар аталмыш шараны келесі жылы жазда асыға күтетіндерін айтты. Сондай-ақ барша алматылықтар мен қала қонақтары ұйымдастырушыларға алғыстарын жаудырды. Бұл жерде жастар қаласы, шетелден де көп азаматтар келеді. Таудың баурауында ерекше осындай кештер болып тұрады. Мен бірінші рет келіп тұрған жоқпын. Былтырда тамыз айында осындай тамаша кештер болып тұрған. Бүгінгі кеште тамаша өтіп жатыр. Артыңызда көріп тұрғандай, атақты біздің Жәмила Серкебаева белгілі композицияларды тартып жатты скрипкада. Оның алдында Лидо өнерін көрсетті. Сонымен қатар бүгін кеште Джекпот және Үркер топтары өзінің өнерлерін көрсетеді. Мен ойлаймын, бұндай тамаша кештер біздің қалада жиі болып тұрса, біздің қалаға ерекше бір колорит, ерекше бір тамаша
жаңалықтар әкеліп тұрса керемет болар еді. Концерт прошел хорошо. Бүгін концерт өте керемет өтіп жатыр. Адамдар ән салып би билеп керемет атмосферада демалдым. Өзім Петропавлдан қонаққа келгем. Алматы ұнап қалды, керемет қала екен. Осылайша Алматы тұрғындары мен қала қонақтарына естен кетпеш кеш сыйлаған Есентай музик фестивалі аяқталды. Есентай молл мен музон арнасы ұйымдастырған бұл шара келесі жылы да жалғасын таппақ. Алматының ең көрікті демалыс орындарының бірі қала тұрғындары мен қонақтарының жүрегінен орын алған Көктөбеде Көктөбе опера 2017 атты ашық аспан астындағы музыка фестивалі өтті. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова мен қала әкімі Бауыржан Байбек қатысқан бұл шара алматылықтарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Сан шамдары жұлдыздай жамыраған шаһардың төбесінен қарап отырып, тамылжыған табиғат аясында Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театры, симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен ұлттық опера өнерінің әртістері өнер көрсетті. Классикалық өнердің шыңы деп жатадымыз ғой. Өнердің шыңын өзіміздің халқымызға, яғни біздің Алматы қаласының қонақтарына көрсеткелі отырмыз. Олар енді қарасақ мына жерде өткен тек қана өзіміздің Қазақстанның ғана қонақтары емес, қазір елімізде Экспо 2017 іс-шарасы өтіп жатыр Астана қаласында. Сол сияқты бұл жақта да сол Экспоның қонақтары жүрген сияқты. Сол кісілердің алдында мына бүгін үлкен опералия осы Көктөбе фестивалінде үлкен өнерімізді салып, соларды қуантқалы отырмыз. Бүгінгі кеш Көктөбе опера 2017 фестивалі екінші рет өтіп жатыр. Әсем қаламыз Алматыда, осынау Көктөбе саябағында. Жалпы бұл фестиваль біздің қаламыз үшін, біздің мемлекетіміз үшін қажет деп ойлаймын, өйткені бұл өте әдемі музыка, өте қымбат музыка. Бұл әрине музыка мүмкін бүкіл кең аудиторияға емес шығар. Дегенмен біздің көрермендерімізге қарасақ, бүгін залда адам көп. Биылғы фестивальдің басты қонағы Италиядан арнайы шақырылған белгілі опера әншісі Стефано Лакола өз репертуарындағы ең үздік ариялардың бірнешеуін орындап, көпшілікті тенор даусының құдіретімен тербетті. The first time in Kazakhstan in Almaty. Мен Қазақстанда, оның ішінде Алматыда бірінші рет болып тұрмын. Мені Көктөбе опера фестиваліне шақырғанда бірден келістім. Осында 4 күн бұрын ғана келген едім. Өте қуаныштымын. Опера кеші жақсы өтіп жатыр. Айта кетейік, Көктөбе опера фестивалі биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Тамыздың тамылжыған түндегі құстай қалықтаған классикалық әуенің сазы көрерменді 2 сағаттан артық әлдейледі. Алматылықтар мен қала қонақтары кеш аяқталғанша ерекше әсерде болды. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.